Баршаңызға сәлем, менің қазақша YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін құрамына нутелла қосылып жасалатын нутелла тортының жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар, өте керемет, ерекше торттың жасалуын көретін боласыздар. Ең алдымен бізге 33% сливки керек. Оны газге сәл ғана жылытып аламыз, қайнатпаймыз. Үстіне молочный шоколадты қосып 1-2 минуттай қоя тұрамыз. Шоколадымыз сәл ерігеннен кейін араластырып, үстінен таза нутелланың өзін қосамыз. Ешқандай басқа пастаны қосудан қажеті жоқ, тек қана нутелла саламыз. Үстінен творожный сыр саламыз. Менде Креметте фирмасынан. Барлығын салып бір араластырып, үстінен блендермен езіп шығамыз. Блендермен езген кезде бір-бірімен араласып, біркелкі крем шығатын болады. Бұл массаны бетін пищевая пленкамен дәл осылай бетіне тигізіп жауып, холодильникке 4 сағат, 5 сағатқа дейін алып қоятын боламыз. Бұл бізде шоколадты ганаш деп аталады. Енді біз торттың жасалу жолына кірісеміз. Ең алдымен құрғақ таза 2 ыдысқа 5 жұмыртқамызды сарысынан ақ бөлігін ажыратып аламыз. Дәл осындай формамен екеуін бөліп ажыратып аламыз. Одан кейін ақуызды сәл шайқап, үстіне қанттың толықтай бөлігін салып, әппақ меренга болғанша жақсылап миксерлейміз. Толықтай барлығы қанты еріп, пышный болып көтерілгенше миксерлеп, ақ бөлігін алып қоямыз. Келесі сарыуызына бір шайқап жіберіп, оны да үстіне сұйық май, сүтті қосып араластырамыз. Және нутелла саламыз. Барлығының мөлшерін осы видеоның астында қалдырып кететін боламын. Миксерлеп, оның үстінен какао қосамыз. Какаоның үстіне бірден ыстықтай қайнап тұрған суымызды қосатын боламыз. Суды қосқан кезде осылай шайқап тұрыңыз, өйткені жұмыртқаңыз пісіп кетуі мүмкін. Осылай барлығын араластырғаннан кейін үстіне жаңағы ақ уызды меренгамызды салып, жоғарыдан төмен қарай бір бағытта ғана араластырып отырамыз. Яғни пышный болып біздің коржымыз көтерілу үшін басылып қалмау керек. Дәл осылай жоғарыдан төмен қарай араластырып отырамыз. Үстіне разрыхитель саламыз және ұнды саламыз. Ұнды мен електен өткізіп дайындап қойғанмын. Бөліп, бұны да жоғарыдан төмен қарай бір бағытта араластырып шығамыз. Дәл осы массамызды 4 бұрышты формаға құйып, қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Бұлардың барлығын градусын видеоның астында қалдыратын боламын. Коржымыз пісіп жатқан кезде бізге пропиткаға сүт және нутелла арқылы жасалған сироп қажет болады. Сүттің үстіне нутелланы салып, оны да араластырамыз. Сол кезде сұйық сироп дайын болады. Енді біздің холодильниктегі ганашымызды алып, менде бұл 5 сағат толықтай тұрды. Үстінен миксерлейміз. Толықтай миксерлегенде осындай шоколадты нутелла кремі дайын болады. Екінші кремге сливки, творожный сыр және қант қосылған крем. Оны да толықтай барлығын араластырып аламыз. Екінші креміміз дайын болады. Дайын болған 2 кремді 2 кондитерлік мешокқа салып қоямыз. Менде корж пісіп толықтай суығаннан кейін осылай фольгасынан және формасынан ажыратып аламыз. Формасынан жайлап, ақырын пышақтың көмегімен ажыратып алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін біздің 4 бұрышты формамызды 2-ге теңдей етіп бөліп шығамыз. Корждарыңыз толық теңдей 2-ге бөлінгеннен кейін дайындап қойған 2 крем арқылы біз тортты жинайтын боламыз. Тортты жинау үшін астына подложка және жаңағы біздің 4 бұрышты формамызды салып, бірінші коржыңызды саласыз. Содан кейін дайындап қойған нутелла қосылған сиропты барынша барлық жеріне тигізе отырып, пропитка жасап шығасыздар. Көбіректен жасай беріңіздер, өйткені корждарыңыз жақсы сіңірілуі керек. Сосын кремдерімізді дәл осындай реттілікпен орналастырып шығамыз. Жетпеген бөліктерін толықтырамыз. Яғни бұл бізде сливкимен жасалған крем. Одан кейін нутелламен жасалған кремді араларына қойып, дәл осындай зебра сияқты жолақтарды салып шығамыз. Осылай торттың жиналғаннан кейін үстіне екінші бөлігін қоямыз. Екінші бөлігін қоятын беткейін дәл жаңағыдай сироппен пропитка жасап шығасыздар. Одан кейін барып торттың бетін жабамыз. Толықтай барлық жеріне тигізіп, кремге барлығына тигізіп жинағаннан кейін артық қалған кремдеріңіз болса, бетіне жағып, пищевая пленкамен орап, холодильникке 8 сағат немесе 1 түнге қалдырсаңыздар, торттарыңыз өте әдемі болып тұрады. Яғни кремі, пропиткасы бір-біріне сіңіп, керемет торттың дәмі, жұмсақтығы пайда болатын болады.
Жалпы менің YouTube каналымда бұдан да басқа торттардың жасалуы, чизкейктердің, испанский чизкейк, дубайский чизкейк, дубайский шоколад сияқты қазіргі кезде хит тренд болып жатқан барлық торт, пирог тағамдардың рецептісі бар. Бұның барлығын мен өзім мастер-класс оқып сатып алғанмын. Сол мастер-класста қандай рецепт берілді, сол рецепт бойынша жасадым, ешқандай артық кем қоспаймын. Сізде де жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығатын оңай рецепттер. Бұл торттың жасалу жолы былай қараған кезде оңайырақ, бірақ құрамы жағынан арзан немесе үй жағдайында жасалатын торт деп айта алмаймын. Өздеріңіз үшін, отбасыңыз, балаларыңыз үшін бір жасап көруге болатын керемет торт. Торттарыңыз дайын болғаннан кейін бір күн тұрды менде, содан кейін барып пищевая пленкасын аламыз, формасын шешеміз жаңағыдай ақырындап, содан кейін спатуламен жан жағын, беткейін барлығын тегістеп шығатын боламыз. Тортыңызға өйткені қазір шоколад құямыз бетіне. Шоколад құйған кезде теп-тегіс және әртүрлі оформление жасаған кезде де торттарыңыз өте әдемі болып тұрады. Жан жағына ештеңке жақпайсыздар. Жан жағы өткені қазір мен толық дайын болған кезде көрсетемін. Бүйтіп қараған кезде әртүрлі жаңағы ақ шоколадты крем екеуінің қосындысымен өте әдемі ерекшелік беріп тұратын болады. Торттарыңызды әбден барлығы сіңіп жинап болғаннан кейін біз торттың бетіне шоколад құямыз. Молочный шоколад болсын, Қазақстан шоколад болсын, қандай шоколадтарыңыз бар, жақсы еритін, соны қоса берсеңіздер болады. Сливкимен, болмаса сармаймен де бола береді. Мен сливки және осы шоколад, Қазақстан шоколадын қосып жасадым. Жеген кезде жақсы дәм берсін деп. Екеуін водяной баняда, яғни су моншасы деп айтамыз, сонда толық ерітіп алдым да, осы торттың бетіне салқын күйінше құйдым. Сол кезде шоколадыңыз бірден сіңіп, теп-тегіс дәл осындай форма болып шығады. Енді әрі қарай өзіңіз әрлеуіңіз өз қалауыңызға байланысты. Мен ақ шоколадпен осылай торттың атауын жаздым, жан-жағына өрнектер және орео шоколад, жапырақ, лепесток осыларды қойып шықтым. Қолыңызда клубника, басқа да ягодалар болса қоя берсеңіз тіпті әдемі болады. Мінекей біздің дайын болған тортымыз осындай. Жиегін көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше, ақ қара болып кремдері жақсы орналасқан. Енді қазір кескен кезде көрсетемін. Кескен кезде мінекей пышақтың өзі тез-тез батып жүп-жұмсақ болып тұр. Кескен бөлігі дәл осылай. Жеген кезде де өте керемет. Жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады. Нутелланың таза дәмі шығып тұр. Барлықтарыңызға ас болсын. Көргендеріңізге көп